Сәлеметсіздер ме оқушылар, құрметті 10 сынып. Мен сіздерге қазір функцияны зерттеу туралы шағын сабағымды айтқым келіп тұр. Мұқият тыңдап алыңыздар. Енді сіздер функцияның жалпы кез келген функция беретін болса, ол функцияға сәйкес оның графигін салып шығуға болатынын білесіздер. Енді міне сіздер өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау қандай да бір, біз айтайық, қандай да бір мына ұру тұрған функция қандай да бір y тең f x деген функцияның графигі деп ойлайық. Өздеріңіз көріп тұрғанда бұл қисық. Енді сіздерге мына жерде бірнеше сұрақ қойып тұр. Міне графикті өздеріңіз көріп тұрғанда, міне мына жатқан график сіздер көріп тұрған қисық сызық, иә? Енді мынадай сұрақтар қойыпты. Ең бірінші функцияның жұптақтығын анықтаңыз, өсу аралығын, кему аралығын, таңба тұрақтылық дейді. Енді ең бірінші мына ораға да назар аударылады. Өсу кему аралығы дегенді бір сөзбен монотондылыққа зерттеу дейді. Функцияның монотондылығы, яғни бір санды қандай да бір аралықта. Енді аралықтарға байланысты қараймыз, себебі өздеріңіз көріп тұрғандай, мына функция негізі монотонды емес. Яғни монотонды болу үшін ол бір қалыпты өсе беру керек, немесе бір қалыпты кеми береді. Сондай жағдайларда біз оны монотонды дейміз. Немесе бір қалыпты мынадай түзу сызық болып кетіп жататынбыз. Ал бізде қазір ешқандай да бір қалыптылықты көрмейміз. Яғни мына берілген аралықта функциямыз осындай қисықтан құралып тұр. Енді ең бірінші жұптақтығы болған кезде графигіне қарап біз функцияның жұптақтығын қалай анықтаушы едік? Иә, дұрыс айтасыздар. Егерде функцияның графигі oy осіне қатысты, мына жерде oy оси, мына oy. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай отыр. Міне oy осіне қатысты функцияның графигі симметриялы болса, симметриялы деген сөз, яғни мына графиктің мына жағы мен екінші жағын бір-біріне бүктеген кезде мына oy-ті ось етіп, екеуі бір-бірімен беттесе қалу керек деген сөз. Ал бізде ондай шарт орындалып тұрған жоқ. Сол себепті біз бұны жұп функция деп айта алмаймыз. Сонымен жұп емес. Енді тақ функцияның ережесі. Графигіне қарап, тақ функцияның біз қалай атаушы едік? Иә, егер функцияның графигі мына координаталар басына қатысты симметриялы болса, бізде симметрия көріп тұрған жоқпыз. Яғни мына о деген нүктеге қатысты графиктің мына жағын мысалға мына жағымен бір беттестіретін болса, бір-біріне қабыса қалатын болса, ол функцияны біз тақ дейтінбіз. Яғни координаталар басына қатысты симметриялы болса. Яғни біз көріп тұрғандай, бізде координаталар басына қатысты да, oy осіне қатысты да ешқандай да симметрия көріп тұрған жоқ. Сол себепті біздің функциямыз жалпы жағдайдағы функция болады. Сол себепті біз мынаны функцияны жалпы жағдайдағы функция дейміз. Бұл жағдайдағы функция. Сонымен біздің функциямыздың түрі осындай болды. Жалпы жағдайдағы. Немесе біз оны ЖЖФ дейтінбіз. Енді өсу кему аралығын қарайық. Енді өсу аралығы дейді. Яғни біз айтатынбыз, функцияны өспелі деп атаймыз. Егерде әрбір келесі x-тің мәні артып отырған кезде, яғни x былай қарай артады. Y-тің де мәні артып отырса, ол функция өспелі деп атаймыз. Яғни біз өсу аралығында осы ережені қоямыз. Яғни функция қандай да бір аралықта өсіп тұр. Міне өздеріңіз мына жерді қарасаңыздар, міне мына бір график, мынау -x, мына жақта -x'дік бар, аралықты x бойынан қараймыз. Әрқашанда осыны есте сақтап алыңыздар. Яғни функцияны өсу, кему, монотондылыққа зерттеу аралығы, таңба тұрақтылық бәріне аралықтар деп сұраса, аралықтарды ылғи да x-тен қараймыз. Енді міне -x'дікте мына графигіміз мына жерде кетіп жатыр, ешқандай тоқтаған жоқ. Сол себепті ары кетіп жатыр деп есептейміз. Яғни өсіп келе жатыр да мына жерден бастап қайып төмен кетті. Демек функция -x'діктен бастап мына x бойынша міне d мен
аны әдейі түзусіз қойдым. Мынау а деген нүктенің координаты мына д-ға түсіп тұр. Яғни x-і мына д-ға түсіп тұр деген сөз. Демек, міне а нүктесін өздеріңіз көріп тұрғанда x-і минус 1,32, y-і 1,72. Жаңағы мен айтып өткенде, енді аралықтарды қарастырған кезде x-тің бойынан аламыз дейді. Сол себепті мына біздің функциямыз минус шексіздіктен міне минус 1,32-ге дейін міне минус шексіздіктен минус 1,32-ге дейін 1,32-ге дейін тағы да өсу аралығы бар. Қарап тұрсаңыздар, бірігу, мына аралықтар өсу кему аралығы монотондылыққа зерттеген кезде мына нені естеріңізде сақтаңыздар. Аралықтың мына сан тұрған жағын тік немен белгілейміз, тік жақшамен. Міне минус 1,32-ге дейін мен шексіздіктен бірігу, тағы да өздеріңіз көріп тұрғанда міне мына жерден бастап график тағы да былай қарай өсіп кетіп бара жатыр. Демек, мына жеріміз ол x бойымен қарайтын болсақ, ол 0. Міне с деген нүктенің координаты x-і 0, y-і 0,8 деп тұр. Демек, 0,0-ден міне мына жақты қарап отырсақ, график тағы да былай қарай кетіп жатыр. Мына жақта x бойындағы плюс шексіздік бар. Демек, плюс шексіздікке дейін міне біз бүйте салайық. X тиісті болған кезде мына аралыққа ол функцияның өсу аралығы, немесе функцияны біз ылғида y дейтінбіз, y өседі деп стрелканы былай қойсамыз болады, жоғарыға қарай қаратып. Мынау деген сөз x мына аралыққа тиісті болса, өтір, онда функция өседі деген сөз мынау. Ал енді кему аралығын қарайық. Кему аралығын мен басқа түспен қарайын. Енді кему аралығын қарап тұрсақ, кему дегеніміз ол функцияның x-тің мәні артқанда y-тің мәні кем болса, оны функцияны кеммел дейді. Немесе әрбір келесі мәнге y-тің мәні кем отырса. Демек, өздеріңіз көріп тұрғанда, міне мына жерде x мысалы минус 1,132 болғанда y-тің мәні 1,127 болды. Ал минус 1 болған кезде одан кеміп барады. Мына жерге кеміп барады, түсті да, мына жерге түсті, бітті. Яғни, мына аралықта функция кеміді. Демек, біз жаза аламыз. X тиісті болған кезде, мынада көріп тұрғанда екі жағда санмен беріліп тұр. Демек, x қай аралықта болғанда x минус 1,132, міне минус 1,132. X тиісті болған кезде минус 1,132-ден мынау 0-ге дейін функция кеміді. Функция деп біз y-ті айттық, міне кеміді деген сөзді, кемейді деген сөз бағытты төмен қаратып қоя салуға болады. Сонымен мына аралықта функция өсті, мына аралықта кеміді. Енді таңба тұрақтылық. Мен өткенде сіздерге айтқам, таңба тұрақтылық деген нәрсені сіздер бүйтіп ойлаңыздар. Мен қазір мына жерді бүйтіп ұстап шығайын. Бұлай ойлаңыздар, мына нені мына бір OX осінің төменгі жағын бәрін өзен деп ойлаңыздар. Міне өзен, мына көкпен әдейі бояп отырмын, өзен. Өзен деп неге ойлайсыздар? Себебі судың температурасы минус. Міне өзіндегі судың температурасы, яғни мынау жаға болса, мынау соның астындағы, яғни мына жақтың бәрінде минус. Бұл деген сөз y. Y дегеніміз мына жерде, y мына жақтың бәрінде 0-ден кіші деген сөз. Міне мына OX-тің төменгі жағында, функцияның мәні теріс. Яғни y-іміз кіші 0-ден, функцияның мәні теріс деген сөз. Y-іміз кіші 0-ден. Енді біз қараймыз, жаңағы графикке қараймыз. Беріп тұрған функция f от x-тің графигіне қараймыз. Графиктің қай аралықта график мына OX осінен төмен жатса, сол аралықта біз айтамыз функция теріс деп. Теріс деген сөз міне.
міне таңба тұрақтылықта сол кезде біз функцияның y қай уақытта оң немесе y-тің таңбасы қай уақытта оң немесе қай уақытта ол оң мәндерді қабылдайды немесе қай уақытта y теріс деген, яғни функцияның мәні оң, функцияның мәні теріс деген сөз мынау. Енді қарасаңыздар, енді қарайық. Мен айттым жаңағыда, міне өздеріңіз білесіздер, мына жерде минус 0,5 бар мысалға OX-тің төменгі жағында. Демек мынаның барлығы төмен. Енді қараңыздар, аралықты әрқашанда OX бойынан қараймыз. Біз енді сіздерден сұраймыз, қай аралықта функция оң мәндерді қабылдайды? Оң мән дегеніміз ол мына OX осінің жоғары жағы. Оң мән деп айтып тұрмын. Оң мән деген сөз мына жерде қатаң теңсіздік тұр. Сондықтан да біз қазір X-тің қай аралықта интервалын жазған кезде, X-тің интервалын жазған кезде біз оны жай жақшаға жазуымыз керек міндетті түрде. Себебі біз о үлкен деп қана алып тұрмыз. Демек, міне мына жерден қарайық. Мына 2 деген нүкте кірмейді. 2 деген нүкте, минус 2 деген нүкте кірмейтін себебі минус 2-ні егерде мына жерге қоятын болсақ, ол y бойынша ол 0-ге келіп тұр деген сөз. А бізде 0-ден үлкен болу. 0-ден үлкен деген сөз демек, ол мына OX осының жоғары жағы 1 миллиметр. Миллиметрден де кіші мөлшеріндегі мына жердегі сандар. Демек, мына 2-нің өзі, мына 0-дің өзі кірмейді мына OX осы бойынша. Демек, 0 деппін ғой, міне, минус 2. Мына 0 деген сызықтың бойында минус 2 жатыр y бойынша. Демек, y үлкен 0-ден болады, x тиісті болса, міне, мына OX осының жоғары жағында жатқан жердің барлығында y-тің таңбасы оң деген сөз. Міне, мына жердің барлығы, y барлық жерде, одан мынадан бастап барлық жерінде y-нің үстінде жатыр, OX осының. Демек, минус 2-ден плюс шексіздікке дейін x тиісті болған кезде функциямыз оң мәндерді қабылдайды. Ал енді қараңыз, қай уақытта теріс болған кезде мына графикті қараймыз. График мына OX-тің астына түсіп кетті. Қай уақытта деген сөз, ол қай X-тің қай аралығында деген сөз. Демек, X-іміз мына жақта минус шексіздіктен минус 2-ге дейінгі аралықта, мына графикті қарап тұрсаңыздар, ол мына OX осының төменгі жағында жатыр, жаңағы өзенде жатыр. Өзеннің температурасы минус болғандықтан ол y-ге 0-ден кіші деген сөз. Демек, x тиісті болған кезде мына аралықта минус шексіздіктен минус 2-ге дейін. Міне, осымен функцияны жалпы айтқан кезде шағын зерттеу жұмысын жасадық. Мынау y-тен f от x деген функцияға. Яғни өсу, кему аралығы, ол бір сөзбен монотондылық аралық дейміз, жұптақтылығы, соңғы таңба тұрақтылығы. Рахмет.